Ассалаумалейкум рахматуллахи ва баракату. Қазір біз Canva-ның басты бетіндеміз қайтадан. Сіздерге тағы бір нәрсе айтуда, алдыңғы видеода есімнен шығып кетті. Canva-да, яғни презентация жасау үшін немесе кез келген басқа жаңағы жұмыс жасау үшін осы жерге поискқа жазып қана кіресіз деген сөз емес. Яғни мына жерде төмен қарай түссеңіздер, немесе міне рекомендуемый деп тұр, социальные сети, события, осылардың ішінен де жаңа қажет заттарыңызды тауып ала аласыз. Социальные сети ол түсінікті, әлеуметтік желіге қажет сурет, фото, яғни видео барлығы. Енді событияның ішінде міне бірінші тұрған приглашение, одан кейін маркетингтің ішіне кірсеңіз, публикация в Instagram дегендер шығады. Документы дегенге кірсеңіз, презентация шығады. Ең бірінші болып, ар жағында тағы да бар, мысалға көре берсеңіздер болады. Презентация, осылай да кіруге болады презентацияға, яғни кіріп бүгін презентацияны шаблонсыз презентация жасауды үйренеміз сіздермен. Ол үшін біз қазір мына жерде ақ бет тұр, осы ақ беттің үстіне өзімізге ұнаған фонды қойып, фон қою үшін түске барамыз да, более ашық түстерді мысалы таңдай берген дұрыс. Осы түсті мысалға таңдап алдыңыз, одан кейін бұл түс ұнамаса, оны өзгертсеңіз болады. Не етіп, ашық етіп өзгертуге болады, немесе әртүрлі деген сияқты, осылай. Сізге қалай ұнайды, солай өзгерте бересіз. Тағы бір көрсетіп өтейін. Осы түсті таңдайсыз, кез келген түсті, одан кейін новый цвет дегеннің үстіне басып қозғалтасыз. Мысалы үшін мына көк түсті бастыңыз, одан кейін новый цветтеге бастыңыз, және де оны ашық түске осылай ауыстыруға болады. Одан кейін былай қою түске, дәл осы түстің неше түрлі палитрасын тауып береді сізге. Мысалы үшін тағы бір көрсетейін, сары түс, одан кейін новый цвет дегенге басып, егер сары түстің өзі ұнамай тұрса, мінекей қоюлатып, ашық қылып, осылай жұмыс жасай бересіз. Мен өзіме ұнаған түсті таптым. Бұл түсті қойғаннан кейін біз сол жақтағы элементі деген жерге кіріп, сол элементі деген нәрселермен жұмыс жасап үйренеміз қазір. Мысалы үшін, осы элементі дегеннің ішінде градиенті деген бар. Ол осындай фигура. Жалпы қазір суреттерге де артына осындай нәрселер қолданып жатады. Бұндай элементтерді қосу сіздің слайдыңызға өзгешелік береді. Бір түсті слайд болып тұрғаннан қарағанда. Мына жердегі розовый түс, мысалы үшін, маған ұнамай тұр. Оны өзгертетін болсаңыз, сол розовый түстің үстіне жоғары жақта басасыз да, ол түсті басқа түстерге, осылай қараға, басқа түстерге өзгерте бере аласыз. Алдымен өзгерту үшін сол розовый түстің үстіне басасыз. Мысалы үшін, екінші мінекей розовыйдың үстіне басып болып, өзгертетін түске басасыз. Қазір мысалы үшін сары түсті өзгертейін дедім да, басқа, мысалы розовыйдың үстіне бастым, розовый болды. Мынандай цветтің үстіне бассам, тура слайдтық сияқты көрінбей қалды. Қара қоңыр сұрдың үстіне басып ем, осындай бір түс шықты. Осы түс дұрыс сияқты. Енді бұны біз қайта-қайта түсін өзгертіп жүрмей-ақ, мышканың оң жағымен басу арқылы үстіне копировать дегенді басып, одан кейін компьютердің клавиатурасындағы Ctrl-V деген екі нүктені бірдей басу арқылы осыған қоясыз да, өстіп орнын өзгерте бересіз, қайда қойғыңыз келеді, келесі осы бір градиентті. Енді бұл элементті үлкейту үшін бұлай бір жағынан тартып, соза аласыз, кішірейту үшін ішке қарай созасыз, сол кезде тартылады. Осылай бұрып, кез келген жерге орын ауыстыра аласыз. Және де мен қазір бұл элементті орналасып болғаннан кейін гүлдің, яғни үйде өсетін гүл бар ғой, комнатный цветы дейміз ғой, сондай гүлді ортасына қойғым келіп тұр. Оның үстіне сөз жазамын. Ол үшін мынадай бір градиенттің ішінен осындай бір элементті таңдап алғым келіп тұр. Бұның түсін өзгертемін. Көк түс маған мүлде келмейді. Одан кейін Canva-да осылай жұмыс істеп жатқан кезіңізде сізге
түсін өзгертетін жақта сіздің слайдыңызға қажетті түсті көрсетіп тұрады. Яғни менің слайдымда сұр түс тұр, одан кейін осындай ашық әдемі түс тұр. Яғни басты беттегі сол түстерге жақын түстерді көрсетіп тұрады. Енді қазір мен цветы деп жазып, элементы деген жердегі цветы, бірақ цветы деп жазса осындай ғана, яғни жай ғана гүлдің суреттері кездеседі. Сондықтан цветы комнатные деп қасына қосамын да, сол кезде үйде өсетін гүлдердің ішінен біреуін таңдап, осы бір домалақтың, фигураның үстіне орналастыратын боламын. Бірінші кактус таңдап көрейік, қалай тұратынын қазір. Дәл бұл кактус онша тұрмай қалған сияқты, келіспей қалған сияқты түстері. Одан басқа гүл таңдап көрейін ендеше. Ол үшін өшіресіз, үстіне басасыз да. Delete деген компьютердегі нүкте арқылы, яғни кнопка арқылы өшіріп тастайсыз. Келесі бір гүл. Мына бір гүл өте жақсы сияқты. Жапырақ қана тұр. Келіп тұр, яғни барлық суреттер артық, ешқандай түс жоқ. Осы бір гүлді қойғым келді. Енді текст деп текст қосамыз. Осылай добавить, текстке кіріп добавить заголовок деген жерге бассаңыздар да болады. Ол кезде мынадай кәдімгі біз Wordта қалай жазсақ, сондай тексттер жазуға болады бұл жерде. Мен бұл жерге қазір 10 минутта сайт жасап үйрен деген текст жазамын. Бір ғана осы добавить заголовок деген түрімен көрсетпеймін, бірнеше түрлі текстті жазып көрсетемін. Мысал үшін бұл текстті үлкейту үшін үстіне басып тұрып, мына жақта сан размер шрифта деген жерге барып кішірейтуге болады, немесе үлкейтуге болады шрифттерді. Негізінде 72-ке қойсақ, осылай үлкен болды. Одан кейін түсін өзгертуге болады. Ол үшін А деп тұрған жерге барып, осындай сіздің слайдыңыздағы түстерді қойғы болады. Міне сары түс, мысал үшін жақсы көрініп тұр тоже. Осылай түстерін де өзгертуге болады. Жоғары жақтан бұл шрифттің түрін өзгертуге болады, яғни жазу стиліне, сөз жазылу стилін. Және де өзіңізге қандай, мысалға қазақша, ең бастысы біз қазақша жазған кезде қазақша деген сияқты әріптер толықтай көріну керек. Соған мән берсеңіз, шрифт таңдаған кезде өте жақсы жұмыс шығады сізде. Енді келесі басқа түрлі шрифтпен, мысалға міне glow деп тұр ғой ағылшынша, осындай жанып тұратын түспен, шрифтпен, яғни біз осы сөзді қайта жазып көрейік. 10 минутта сайт жасап үйрен деген сөзді. Сізде осындай болып үлкен болып шығып жатса, ешқандай қорқып қажет емес, оны қазір кішірейтуге болады көлемін. Мысал үшін, ол үшін мына жоғары жақтағы санға барасыз да, кез келген көлемге кішірейте аласыз. Мысалы, осы 42-ге қойсаңыз болады. 64 деп, міне үлкейе түсті. Сондықтан ешқандай жазу үлкейіп кетіп жатса, қорқып қажет емес. Одан кейін мына жерде жаңағы сөздердің ара қашықтығын, әріптердің бір-бірімен алшақтатуға, жақындатуға болады. Және де ұзындығын, көлемін, ұзындығын бір-бірінен алыстатып, жақындатуға болады тоже. Енді түсін өзгертеміз. Ол үшін түсін, мысалға жасыл, неше түрлі қылып өзгертуге болады. Бұл жерде мен неге бір сөзді қайта-қайта жазып жатырмын? Себебі көрсетейін деп жатырмын, қандай әріптермен жазуға болатындығын. Қайсысы ұнайды, солысын қазір қалдырамыз соңында. Мына жерде енді абзацты түзеуге де болады. Міне ортасына қылып, оны барлығын жоғары жақта тұр, ауыстырып өздеріңіз көре беріңіздер. Жалпы негізінде мына үш нүктеге кірсеңіз, бұл жерден сіз расположение, яғни назад десеңіз, суреттің артына кетеді сөз, оны алдыңғы жаңағы
сурет өңдегенде де көрсеткен болатынмын. Енді сөзді суреттің артына кетіріп қажет емес сияқты. Жалпы сол жерлермен өздеріңіз көрсеңіздер болады жұмыс жасап. Қайта алдына қойып қояйық, вперед деп, иә. Енді мына жердегі copy please деп тұрған шрифтпен жазып көрейік. Мәтінімізді қайсысы әдемі шығады, үшеуінен соның біреуін қалдырамыз. Жазудың көлемін кішірейтейін, мына жерден 42-ге ма қояйын. Сөйтіп әрі қарай төмен қарай түсіріп, бұл сөзді үшеуінің қайсысы әдемі көрініп тұрса, соның біреуін таңдау арқылы келесі нені жалғастырайық. Келесі сайтқа өтейік. Жалпы бұл жерде түсінікті, текст дегенге кіріп, кез келген осы жердегі сөйлемдер жаңағы стиль түрін таңдау арқылы жұмыс жасай бересіз. Ал стилі деп тұрған жер, бұл өзіңіз жаңа шрифт қоссаңыз болады. Және де аудио деп тұрған жерде кез келген музыканы таңдап қоса аласыз. Өзіңіздің компьютеріңізде болса да, оны загрузка арқылы қоса аласыз. Және де оның астында видео деп тұр, жалпы видео қоюға тағы келеміз басқа слайдтарда. Бірақ кез келген слайдқа сіз видео деген жерге кіріп, загрузка жасау арқылы жаңағыдай қоя аласыз. Осы жерде фон деген жер бар. Фон дегенге кіру арқылы да сіз өзіңізге қажет арт жағына фонды таңдай бере аласыз.